Қоңыр әулие үңгірі. Абай облысындағы тылсым қасиетімен, терең тарихымен, аса көркем көріністермен Абай Құнанбайұлының өмірімен тікелей байланысты бірден бір белгілі табиғи нысан Қоңыр әулие деп аталады. Бұл үңгір Баянауылдағы тас үңгірмен салыстырғанда әлдеқайда үлкен. Ішіне кірген адам тік жүре алатын ұзындығы 150 метр үңгірдің тереңдігінде 3 көл жасырылған. Соңғы әлі күнге дейін ғылымға да, адамға да жұмбақ. 7 қат жердің бізге белгісіз құпиясы. Ақтас тауы бордан түзілгендіктен аты да, заты да ақ түспен байланысты. Мұндағы ауа температурасы +10 градус шамасында, ал адам аяғы жетер көлдегі су температурасы +4 градус. Үңгірдегі көл суының температурасы қысы жазы өзгермейді. Зияратшылар түсетін жерасты айдынының ені 25 метрді, тереңдігі 5 метрді құрайды. Мұндағы су мөп-мөлдір әрі сергітерліктей суық. Үңгір әлі де тодық зерттеліп болмағандықтан, еліміздегі ғана емес, жер жаһандағы ең тылсым орындардың бірі ретінде танымал. Су көлемі әр жылы бір түсіп, бір көтеріліп тұратыны анықталған. Қарауыл ауылынан 80 шақырым, Тоқтамыс ауылынан 20 шақырым қашықта, Ақтас тауында орналасқан үңгірдің ауызғы қуысы сырттан қарағанда елеусіз көрінеді. Шыңғыстаудың батыс жағындағы Шаған өзенінің оң жағалауына орналасқан. Тас үңгірдің ауызы Шаған өзенінен 500 метр жерден басталады. Адам жаратылатын ананың құрсағына ұқсас табиғаттың шебер, бірегей туындысы. Сын сипаты тым ерекше болғандықтан, халық Қоңыр әулие үңгірінің тегін жер емес екендігін әу бастан білген. Халық арасында үңгірге келген адамның айы оңынан, жұлдызы солынан туып, денсаулығы жақсара түседі деген сенім бар. Негізсіз сенім емес. Кремний сияқты минералдарға бай үңгір суының емдік қасиетін ғалымдардың зерттеулері де талай мәрте дәлелдеп берді. Үңгірдің Қоңыр әулие атымен аталғандығының да өз тарихы бар. Ол Қоңыр, Қыран, Құлан атты 3 ағайындыға қатысты аңыздың желісімен өріліп жатыр. Аңызға сенсек, жер жаһанды топан су басқан кезде 3 ағайынды өздерінің кемеге жалғанған бөренеге байлап, аман қалған тірі жаратылыстың барлығын Нұх пайғамбардың кемесіне мінгізіп тиеумен болған. Алып толқын тұрып 3 бөренені 3 жаққа лақтырғанды. Қоңырдың бөренесі дәл осы үңгірдің алдына түскен мыс. Осылайша үңгір өзгені құтқармақ болып, өзі қайтыс болған Қоңырдың есімімен аталып кетті. Ерте заманнан көлдің емдік қасиетін білген бабаларымыз жоңғарлармен шайқастан соң жараларын емдеу үшін көл суына түскен. Шыңғыс хан әскері де осы көлге тоқтап жараларын емдеген. Аңыз әфсаналарға құлақ түрсек, 15 метрлік су астындағы құпия есік арқылы үлкен қуыс үңгір жұмбақ Шыңғыс ханның соңғы мекені болуы да мүмкін. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясының өкініште атты тарауында Абайдың Петербордан келген Әбішті сергіп, серпіліп қайтсын деп Қоңыр әулиеге жіберетіні баяндалады. Сонда үңгірдің маңындағы қорымдарға таңдана қараған Әбішке Абайдың шәкірті, әрі інісі Көкбай ақын Қаракерей Қабанбай батырдың Абылай ханның тапсырмасын орындап, қалай дарабоз атанғаны туралы әңгімен айтып береді. 1892 жылы Витебский губернский ведомстве газетінің нөмірі 63 санында Қоңыр әулие үңгірі жайында мақала жарық көріпті. Онда бұл үңгір жайында Қоңыр әулие қазақтардың Семей маңындағы әулие үңгірі, онда адам бойындай әйелдің мүсініне тәу етуге көптеген адамдар келіп жатады. Оның айналасында тастан жасалған ұсақ заттар, моншақ және қола мүсіншілер шашылып жатады. Әулие маңында құрбандық шалынады, індет болған жағдайда ауырған мал да осы жерге әкелінеді деп жазылған екен. Кейіннен Семипалатинский вести басылымында Семей өлкесін зерттеуші Виктор Брюхановтың Қоңыр әулиеге жасаған сапары туралы жазбасы жарияланады. Брюханов 1897 жылдан Семей қаласында тұрған. 1900-1904 жылдары Семей облыстық статистика комитетінде қызмет істеген. Сол жылдары Абаймен бірнеше рет жүздесіп, ақынның балалары туған туыстарымен, Тұрағұл шәкіріммен араласып тұрған көрінеді. Қоңыр әулие үңгіріне қатысты деректерде осы үңгір қабырғалардың бірінде Ұлы Абайдың арабша жазылған қолтаңбасы бар екендігі де айтылады. Үңгірдің өзі және ішіндегі көлшіктің суы елдің тәу етіп құрбан шалатын жеріне айналған. Үңгірінің түп жағында жылап аққан бұлақ көзі бар. Қоңыр әулие үңгірі жайында ел арасында аңызға бергісіз әңгімелердің ішінде ауыз әдебиетінде сақталған деректердің дене жоңғар шапқыншылығымен байланысты. Қоңыр әулие үңгірі атауы Қабанбай батыр мен Шәкір Әбеновтің Тоқтамыс батыр дастандарында да кездеседі.
Сонау 1750 жылдардың ортасында болған Шаған шайқасы кезіндегі бір айқаста жау жағы қалың шаңнан қазақ қолының аздығын білмей дүркірей қашады. Сол қашқаннан Шаған тауының бір тас үңгіріне барып тығылса керек. Үңгірге кіріп бекініп алған қалмақтар бұларға алғызбай қойған екен. Сол кезде Абылайдың қойған шарттарына сай жаудан айласын асырып, жеңіске жеткен қолбасшы Қаракерей Қабанбай батыр дәл осы жерде дарабоз атанады. Сол үңгір Қоңыр әулие үңгір екен. Ал бұл шайқас кейіннен Шаңды жорық немесе Қалмақ қырған деген атпен тарихта қалыпты. Үңгір маңында жоңғарлармен қаншама кескілескен қанды шайқастардың өткенін сол төңіректегі тас қорымдардың өзі әйгілейді. Үңгірдің қай заманнан бері Қоңыр әулие атанғанын нақты ешкім білмейді. Жергілікті жұрт арасында тылсым мекенге қатысты түрлі әңгіме айтылады. Үңгірге қатысты ел арасындағы әңгімеде көл суының дәмі Күшікбай асуындағы бұлақ суының дәмімен бірдей деген ұғым бар. Үңгір кереметі сонау ерте заманнан басталғанымен ғылыми тұрғыда 20 ғасырдың басында зерттелді. Әйел ана құрсағы тектес үңгірдің аузы тар, адам тек қырымен кіре алады. Биіктігі 2 метрден сәл асады, бірақ 1,5 метрден кейін кірген адам кең алаңға тап болады. Үңгірдің оң қанатынан қуыстар ерекшеленіп көрінеді. Бұрын осы қуыстарда шалқалай жатқан әйел затының тастан қашалған мүсіні болыпты. Қариялардан жеткен аңыздарда осы қуыстарда ертеде 15-ке таяу балбал тастардың болғанын айтады. Үңгірмен әрі жүрсеңіз, үңгірдің төбесі көтеріле береді, дәлізден кейінгі бөлме төбесі шаңырақ кейпін келтіріп тұрады. Аспан көрінердей кең шаңырақ орнын қалың қатпар тас жауып тұр. Үңгір ішімен бойлай бергенде тас жолдар күрт төмендеп, кесек тастар тіктеп, үңгір көліне бастайды. Кейінгі ғалымдардың зерттеу нәтижесі бойынша Қоңыр әулие түбіндегі көл жер асты теңізімен байланысып жатыр дейді. Үңгір түбі түсу қиын үшкір тастармен көмкерілген. Үңгірге кіргенде үстіндегі тастарды көріп денеңді қорқыныш билейді. Олардың кейбіреулерін қолмен ұстап көруге болады, ал қалғандары биікте орналасқан. Кіреберістен бастап көлбеу бұрышы 50 градусқа созылады. Арғарай үңгірдің түбінде үлкен тастар жатыр. Үңгір ішіндегі тастардан әртүрлі түсініксіз жазуларды, қашалған әртүрлі бейнелерді де аңғаруға болады. Абай атамыз қалдырған қолтаңба соның арасында сан жылға ыстан көрінбей көзге түспей қалуы да мүмкін. Алайда бұған мұқият үңіліп, үңгір ішіндегі тастардағы таңбаларды зерттеп зерделегендер жоқ. Тарихшы Ардақ Беркінбайдың айтуынша, үңгірдің Қоңыр әулие аталуы Шыңғыс ханның жерленуімен байланыстымыз. Ел ішіндегі әңгімелерге қарағанда, Шыңғыс Хорезм жорығын аттанарда үңгірдің ішіне өзі ғана кіріп, 3 күн бойы шықпаған екен. Кейін өмірден өткенге дейін талай мәрте үлкен жорықтар алдында осылай жасап отырған. Өзі өлгеннен кейін осында жерлеуді мұрагерлеріне өсиет етіп тапсырған деседі. Алмахан Мұхаметқалиқызының мақаласынан ықшамдап алынды. Оқыған Қуат Ахметжан. Арнайы Семей арнасы үшін.